Қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі дисциплинамыз жаһандық құзыреттілік. Және де бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы қаржылық сауаттылық және оның авиация саласындағы рөлі. Мен есімім Дәулетханқызы Жания. Мен осы авиация колледжінің мұғалімі болып келемін. Әуе тасымалдаулар ұйымдастыру бөлімі. Бүгінгі сабағымыздың жоспары қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Қаржылық сауаттылықтың авиация саласындағы орны және де қорытынды. Қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Қаржылық сауаттылық ең бірінші табысты жоспарлай білу, шығындарды тиімді басқару, жинақ пен инвестиция жасау, қаржылық тәуекелдерді бағалай алу, қаржылық шешімдерді саналы қабылдау және де бюджет құру және оны сақтап қалу. Қаржылық сауаттылықтың арқасында табысқа жеткен адамдардың бірі Баффет Уоррен. Баффет Уоррен әлемдегі ең бай, әрі ең қаржылы сауатты адамдардың бірі. Ол ақш-та дүниеге келген, бірақ өте қарапайым отбасынан шыққан. Баффет Уоррен бала кезінен ақ ақшаның қадірін түсінген. 11 жасында ол алғашқы акциясын сатып алған. Ол кезде көп бала ойынмен айналысса, Уоррен ақшаны қалай көбейтуге болатынын ойлай бастаған. Жас кезінде газеттер таратты, табысын жинады, артық шығыннан қашты және де ақшасын тек оймен жұмсады. Ол ешқашан табысын тек жұмсау үшін емес, инвестициялау үшін қолданды. Уоррен қаржылық сауаттылықтың негізгі қағидаларын ұстанды. Бұл қағидалар ұзақ мерзімді ойлау, тәуекелді есептеу, шығынды бақылау және қарыздан қашу. Бүгінде Баффет Уоррен миллиардер, бірақ ол әлі де қарапайым үйде тұрады. Артық сән-салтанатқа қызықпайды, қаржылық тәртіпті сақтайды. Оның табысының басты себебі қаржылық сауаттылықтың дұрыс қаржылық шешімдері болып келеді. Қаржылық сауаттылықтың авиация саласындағы орны. Авиация жоғары технологиялы әрі шығынды сала. Бұл салада қаржылық сауаттылық әуе компаниясының тұрақты жұмыс істеуін, қауіпсіздік талаптарының орындалуын, қызмет сапасының жоғары болуын қамтамасыз етеді. Қаржылық сауаттылықсыз авиация саласының дамуы мүмкін емес. Авиациядағы негізгі қаржылық бұл бізде авиация саласында шығындардың көлемі өте үлкен, яғни ұшақтарды сатып алу, немесе лизингке алу, авиациялық жанармай, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, ұшқыштар мен инженерлердің жалақысы, әуежай қызметтері мен салықтар, қауіпсіздік пен сақтандыру шығындары. Бұл шығындарды тиімді басқару қаржылық сауаттылықтың басты міндеті болып келеді. Ал енді авиакомпанияларды талқыласақ, бізде Pan American World Airways ақш авиакомпаниясы бар. Ол 20 ғасырдағы ең танымал әрі беделді әуе компаниялардың бірі болған. Мәселе неде болды? 1927 жылы құрылған, бірақ та 1991 жылы банкротқа ұшырады. Неге екенін ойласаңыздар, бұл жақта бұл компания, яғни әуе компания, қаржысын дұрыс жоспарламады. Жаңа ұшақтарды шамадан тыс көп сатып алды және де жанармай бағасының өсуіне дайын болмады, яғни қарыз көлемі көбейіп кетті. Табыс пен шығын арасындағы теңдік сақталмады. Келесі біздің авиакомпаниямыз бұл South African Airways. Яғни бұл авиакомпания банкротқа 2020 жылы ұшырап, 2021 жылы қайта жұмыс бастады. Яғни қазір қайта құрылымдап, рейстер орындайды. Бірақ та неге қайта жұмысын бастады? Өйткені олар мемлекеттік қолдау алды, қарызды қайта құрылымдады және де флот пен бағыттарды қысқартты. Ақша жақсы қожайын емес, бірақ жақсы қызметші. Оны басқармасаң, ол сені басқарады. Яғни, біз не істеу керекпіз? Дұрыс қаржы әдеттерін талқылай кетейік. Ең бірінші бізде ай сайын бюджет жоспарлау. Табыс келгенде алдымен жинаққа бөлу.
Қарыз алмас бұрын ойлану және есептеу, қаржылық мақсат қою, ақшаны білімге және өзіне инвестициялау, күтпеген жағдайға қаржылық қор жинау. Ал енді не істеуге болмайды, не қандай заттар бізде қате болып саналады? Бұл бізде табыссыз несие алу, бар ақшаны бірден жұмсау, қарызды қарызбен жабу, ақша есебін жүргізбеу, эмоциямен сатып алу, яғни импульсивный покупка жасау, болашақты ойламау. Ақшаны дұрыс жинақтау жолдары, өте қарапайым жолдары бар. Бұл бізде ең бірінші жолы 50-30-20 ережесі. Яғни 50% бізде қажетті шығындар, 30% жеке қалауымыз, ал 20% ол бізде жинақ. Алдымен өзіңе төле қағидасы. Айлық түскен сәтте жинаққа бөліп таста, қалғанымен өмір сүр. Мақсатпен жина. Қалай болса солай емес, нақты мақсат, яғни 3 айлық резерв, оқу, жеке жоба, немесе тағы басқа. Ұшақ жанармайсыз ұшпайды, адам жоспарсыз баймайды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.